сәлем құрметті достар. Енді мына жерде сіздерге мынандай фирмалардың сумканың лекалысын қалай түсіреміз, қалай жасаймыз деген сіздерге лекал үйретемін. Осындай үлкен дәптер, А4 дәптердің ортасы керек осындай. Содан кейін фирмалардың түр-түрі бар осындай. Мына фирмалардың әртүрлі мынандай неше түрлі насадкасы бар. Осы фирмаларды қой. Жалпы фирмалардың түрі көп. Мынандай түрі бар. Мынандай түрі бар міне. Мына жері былай кеткен. Содан кейін мынандай тіке түрі бар. Олардың бәрін сатылады магазиндерде. Енді бізге, например, осы фирмалардың лекалын шығаратын болсақ, егерде осындай фирмалардың лекалын шығаратын болсақ, мына жерде деген былай істелген ғой. Сондықтан осы дәптердің ортасына қоямыз. Міне мына бойға қоямыз осылай етіп. Мына бойға қоясыздар. Ровнысын осы жерден жасап аласыздар да. Ал мына жерден ровно қойдым. Осы жерден тұрып, мынаның бәрі сызып аласыздар бүйтіп. Тым қиындығы жоқ, өте оңай лекал сызу. Мына фирмаларды сызып алдық. Енді мына бір-біріне қосамыз осылай. Осы фирмалармен қазір тігіп көрсетемін. Енді бізге линейка керек. Бізге енді мына жерден 4 сантиметр қосамыз. Былай етіп. Осы 4 сантиметрді былай етіп жібереміз. Так, қыздар, мынандайды сызып алдық қой жаңа. Мынаны қойып, бүйтіп сызып алдық да. Именно мына жанынан сызып алдық. Енді бізге мына бір жерден 4 сантиметр керек. 4 сантиметр. Сосын мына бойдан 4 сантиметр. Сосын мына бойдан 4 сантиметр. Сосын плавно үстіп алып кетесіздер. Плавно бүйтіп алып кетесіздер. Содан кейін ұзындығын примерно 20 сантиметр істейміз. Осылай. Енді мынаның үлкен болуына байланысты сіз өзіңіз мына жерде келтіріп аласыздар. Қазір екеуін бүйтіп қосып қарайтын боламыз. Содан кейін мына жерден төменнен алып алады бүйтіп. Төменнен алсаңыз тым үлкен болып кетеді. Қыздар, лекал дайын міне. Енді бізге деген мынаның деген осылай лекалды сызып алдық осылай етіп. Енді бізге мына бір жерді былай сызамыз. Қиғаштап, мынаумен қиғаштап. Мына бір жерін осы жерге дейін тігесіздер. Осы жерге дейін тігіледі жалпы. Мына жерге дейін. Енді тап солай
Солай мыняны да сөйтіп қиғаштап нетесіздер. Осылай белгілеп аласыздар. Осы жерге дейін тігіледі. Қазір енді осыны кесіп көрсетемін. Ровно етіп сызып алдыңыздар ғой жаңа. Ровно вообще сызып алдыңыздар. Так, сол жерден бүктейміз мына қағазымызды. Содан кейін осылай етіп кесеміз. Осылай кестік, міне біздің лекалымыз шықты, міне көріп тұрсыздар ғой. Енді тап осы лекалды біз қазір матаға кесетін боламыз.